Осы видеода мен сіздерге гиф жайлы айтқым келеді. Күн сайын біздің парақшамызға ұсыныс түсіп жатады, гифке спонсор болып қатыс деп. Енді соның плюсы и минусы айтқым келеді. Әрине, гифке қатысып, өзіңізге көптеген подписчик жинаған жақсы. Ол кезде сразу сізге 5 мың или 4 мың или одан да көп адам келуі мүмкін. Ол значит сіздің манағы подписчик жиналғанда сізді көп адам көреді деген сөз. Бірақ та минустары да бар. Минус қандай? Егер сізге 5 мың адам келетін болса, сіздің аккаунтыңыз, сіз сол 5 мың адамға не айта аласыз? Сіз соған дайынсыз ба? Өйткені ол адамдардың бәрі гифке қатысқасын, бәрі де сыйлыққа или бір ұсынысқа келіп отырады. Гиф ойнатылғанда бір ақша берем или ойын ойнатуға шақыртады адам, манағы блогерлер. 5 мың адам келген уақытта гиф біткеннен кейін олардың бәрі біртіндеп шығып бастайды. Где-то 20% шығып кетеді. 1-2 күн ішінде 20% адам шығып кетеді. Ол, например, 5 мың адам келетін болса, 20% 1000 адам кетіп қалады. Ол сіздің манағы Инстаграм парақшаңызға зиянын келтіреді. Өйткені Инстаграм ойлайды, мына адамда ешкім көргісі келмейді, адамдар шығып жатыр, значит ол дұрыс емес деп уже оны манағы түсіріп бастайды. Енді сіз сол келген адамдарды ұстап қалуға тырысу керексіз. Ол үшін сіз гифке қатыспай тұрып, менің кеңесім енді, гифке қатыспай тұрып, сіз өзіңіздің Инстаграм парақшаңызды дұрыстап тұрып енгізу керексіз, жүргізу керексіз дегенім ғой. Әдемі картинка шығарып, әдемі посттар жазып, стористарды түсіріп, сіз уже қайта-қайта шығып, өзіңізді көрсету керексіз. Оларға қызықты болу керексіз. Ол үшін сіз сториске манағындай не өткізу керексіз, ойын өткізу керексіз. Сізде азғантай болса сыйлық беріп, бір сыйлықтар беретін конкурс өткізу керексіз. Манағы келген адамдарға полезный контент беру керексіз. То есть оларды қызықтырып, өзіңіздің аккаунтыңызда ұстап алатындай бір қызықты информация беру керексіз. Егер сіз оған дайын болатын болсаңыз, әрине гифке қатысқан жақсы. Бірақ та егер сіз әлі оған дайын болмасаңыз, лучше сіз манағы бірінші улучшать етіп навыктарды, содан кейін уже жайлап келеде қатысасыз. Егер де ол гифке қатысып адамдардың бәрі шығып кететін болса, сіздің ақшаңыз гифке қатысқан зая кетеді деген сөз. Сол үшін оған ойланып тұрып қатысқан жақсы.